Қазақша ертегілер. Лақтың мүйізі. Ертеде бір мүйізсіз лақ болыпты. Оның барлық отбасы мүшелері мүйіздермен болған. Бұл айырмашылығын көріп, кішкентай лақ соған өте қапаланған. Сол жағдайды түзету үшін лақ өзіне жаңа мүйізді іздеуге шығып, орманға қарай қашады. Орманға келгенде кішкентай лақ көп ағаштардың бұтақтарын көріп, қалай олар үлкен мүйіздерге ұқсайды, мен жинап, олардан өзіме мүйіз жасайын деп ойлайды. 2 күн бойы лақ мүйіз жасап үйіне оралады. Ол ата-анасына мақтанып, менде ең үлкен және әдемі мүйіз бар деп мақтанады. Ата-анасы оған үндемейді. Бір ай өтеді. Өкінішке орай бұтақтар құрғап қалып түсе бастайды. Оны көріп, лақтың көңілі қайтадан бұзылады. Сонда ешкі-ана: «Лағым-ау, сен неге өзіңді алдап жүрсің?» деп сұрайды. «Өйткені сендердің барлықтарыңызда мүйіз бар, ал менде жоқ. Менде мүйізді болғым келеді. Неге менде мүйіз жоқ?» деп өксіп жылап анасынан сұрайды. Анасы: «Себебі сен әлі кішкентайсың. Үлкейгенде сенің мүйіздерің өседі» деп жауап береді. Ешкі-ана: 5-6 ай өтеді. Көктем келгенде лақтың мүйізі өседі. Соған лақ текеге оралып: «Анашым, анашым, менде мүйіз өсті» деп қуанып айқайлайды. Сонда лақ ешқашан мақтанбау және өтірік айтпау керек екенін түсінеді. Осымен ертегі аяқталды. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрболатқызы Ақерке.